Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Bootstrap жайлы өтетін боламыз. Жалпы Bootstrap дегеніміз не? Bootstrap дегеніміз дайын CSS, JavaScript, HTML бар жиынтық. Яғни сіз сайт жасаған кезде, жылдам сайт жасағыңыз келсе, осындай фреймворктарды пайдаланғаныңыз жөн. Яғни слайдер немесе осындай header немесе footer бөлімін пайдалансаңыз, осы Bootstrap'тың шаблондарын пайдалансаңыз болады. Қазіргі версиясы Bootstrap 5.3.3. Оның алдыңғы версияларын көргіңіз келсе, ол релиз деген бөлімге өтесіз. Яғни барлық бөлімдерді көрсеңіз болады. Жалпы Bootstrap'ты ең алғаш 2011 жылы пайда болды. Қазірде соңғы версиясы 5 болып табылады. Bootstrap'ты пайдалану үшін, яғни Get Bootstrap деген сайтқа өтіп, осы жерде Download деген батырманы басамыз. Бізге осындай мысалдар келтірілген. Ең бірінші мысал, яғни Bootstrap'ты қосудың екі жолы бар, яғни source файл, яғни исходник файлдарды өзімізге жүктеп алып, локально қоссақ болады. Екінші жолы, яғни CDN арқылы қосу, яғни мына кодты алып, өзінің HTML файлдарды қоссақ болады. Яғни екі түрі берілген, яғни Popper және жай Bootstrap. Popper дегеніміз, яғни уведомление, яғни көптеген модульдерді шығаратын Bootstrap'тың түрі. Жалпы CDN дегеніміз, яғни бұл файлдар, Bootstrap'тың файлдары әртүрлі, сіздің ғана серверде емес, әртүрлі серверлерден шығады. Яғни сізге ең жақын серверлерден осы кодтар жүктеліп отырады. Егер де сіздің сайтыңыз кешіруіне настрой етілген болса, сайтыңыз жылдам ашылатын болады. Так, Bootstrap'ты қосып көрейік. Ең алдымен мен мұнда Bootstrap деген папка ашайын. Осы жерден кез келген документті ашып, мен бұл жерден көбінесе Sublime текстпен жұмыс істеймін. Сіз немесе Sublime, немесе Notepad секілді әртүрлі редакторлармен жұмыс істесеңіз болады, жүктесеңіз болады. Мен ұнататын осы Sublime текст. Аштым. Осы жерге мен Ctrl-S-ті басайын. Ctrl-S-ті бастым. Index.html-ді басамын. Сақтадым. Көріп отырғандай мен мұнда index.html файлын сақтадым. Енді Sublime текстің ең жақсы жері, яғни экстеншндер арқылы жылдам кодтарды шығаруға болады. Яғни бұл жерде белгі тапты басып жесем, маған дайын кодты шығарып береді. Бұл жолы мен кейін басқа сабақтарда сіздерге түсіндіретін боламын, қалай шығару керектігін. Сіз осылай қазір көшіріп алсаңыз болады. Енді мына жерде мен CDN-ді аламын. CDN-ді өзіме жүктеп аламын. Яғни head'тің жоғары бөлігіне қосамын. Жалпы кодты түсіндіре кетейік. Яғни HTML бізде ашылды, doctype, HTML language, яғни тілі көрсетілді, head ашылды, charset UTF-8 дегеніміз, яғни бұл жерде кириллицамен жұмыс істейтін кодировка, meta-tag viewport дегеніміз, яғни бұл жерде with device with initial scale 1.0, яғни бұл адаптивті жауап беретін код. Яғни Bootstrap бізде планшет болсын, смартфон болсын, компьютер болсын, барлық девайстарда кодты, яғни сайтты дұрыс көрсетеді. Яғни осы бөлім жауап береді. Титулына документ деп жаздым. Мына жерде біздің Bootstrap коды кетті. Көріп отырғанда CSS қосылды мен, және де JavaScript қосылды. Сақтадым. Қазір егер мен ашатын болсам, сайтты ашатын болсам, ештеңе жоқ. Бірақ кодын көретін болсақ, мына жерде Bootstrap'ымыз қосылғанын көруге болады. Мына жерге бір мен сөз жазайын. Сәлем, IT әлем, сақтайын, айтып көрейін. Көріп отырғандай, біздің Bootstrap қосылып, сөзіміз шықты. Енді мен қазір бір шрифт қосайын. Біздің
Ақорда сайтының шрифті ұнап жатыр, ресми стилде. Бұл шрифттің қандай шрифт пайдаланғанын көргіңіз келсе, яғни просмотреть деген кодты басамыз. Head деген бөліміне өтіп, мына жерден көрсеміз болады. Көріп отырғандай, роботы семействоны пайдаланған family, осыны алып көреміз. Яғни фонт шрифттерді пайдалану үшін біз Google фонт дегенді пайдаланамыз. Осы жерде Ақорданың пайдаланған шрифтін пайдаланамыз, яғни роботы. Яғни поиск деген бөлімге роботы деген таңдаймыз. Бізге көп стильдерді шығарып береді. Роботы деген бөлімге өтіп, осы жерден регулярный 400-ді пайдалансақ болады, get font. Және осы жерден өзімізге жүктеп алуға болады, немесе код арқылы пайдалануға болады. Мен бұны код арқылы жасаймын. Get embed код бізге дайын кодты шығарып берді. Немесе CSS арқылы пайдалансаңыз болады. Мен тек HTML-ге қосатын бөлікті аламын. Өзіме жүктеп алып, head'тің жоғары бөлігіне қосамын. Өзіме Ctrl+-пен сақтаймын. Қазір авнау етіп көремін. Так, тексереміз. Просмотреть код. Көріп отырғандай жаңа шрифтті пайдаланып жатырмыз. Жалпы осы келесі сабақта Bootstrap'тың келесі компоненттерін өтетін боламыз.